Сәлем достар, бүгін біз шертпе күйлермен танысамыз. Орындаушылық мектепте тек қана төгіп тарту ғана емес, сонымен қатар шерту бар. Шерту дегеніміз ол 4 саусақпен кезек-кезек шертіп тарту деп аталады. Қарасаңыздар, мен шынашақтан бастап сұқ саусаққа дейін шертіп жатырмын. Қолымды кішкене жоғары көтеріп, төменгі қағысты шертіп жатырмын. Ал енді сол қолмен екінші пернені басып, жаттығуларды бастаймын. Енді бізде тек қана былай жалпы шерту ғана емес, сұқ саусақпен төмен қағыс және жоғары қағыс кезек-кезек басу арқылы мелодия ойнай аламыз. Енді бір шекте, дәл осы екі шекте тартылған оң қолымызды бір шекте қайталаймыз.